Barchaga salom do'stlar. Sizlar men sport жаңалыктары videoni boshlamas burun arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Amerikalik Maman Ali Ahmedovning kelesi кездесуін болжам жасады. Amerikalik jurnalist Jack McFerry tilsi bergen suhbatında 2-chi o'rta salmoqda o'ner ko'rsatетін Qozog'istonlik Ali Ahmedov Fransiyalik Christine Embly arasındagi ayqasqa болжам жасады. Әңгіме барасында ол қарсыластардың деңгейі туралы айтып өтті. Бұл боксшылар арасындағы айқастан өтетін туралы шешім WBA ұйымының конференциясында қабылданған еді. Бұл кездесу келесі жылы күзде өтуі мүмкін. Эмбли мықты боксшы, оның статистикасы да жақсы. Ал Ахмедов болса күтпеген жерде Гангордан жеңіліп қалды. Бірақ Расадонға қарсы кездесуде ол да мықты екенін көрсетті. Егер бұл айқас өтетін болса, көрермендер үшін қызық болатын еді. Аталған айқаста мен басымдықты Эмблиге беремін. Ол тұрақты түрде кездесу өткізіп, ешқашан нокаутқа түспеген. Дегенмен Ахмедовте мүмкіндік болады. Оның пайдаланса, ал жеңіп кетуі мүмкін, деді Макферри. Еске салайық, 27 жастағы Ахмедов соңғы кездесуін қыркүйек айында өткізіп, америкалық Габриэль Расадонды төртшілердің шешімі бойынша жеңген еді. Нокаут бар. Жүкенбаевтың қарсыласы неге жеңілгенін ашық айтты. Оңтүстік Африка боксшысы Ксулани Мукотел тілшісі берген сұхбатында Батыр Жүкенбаевтан қалай жеңілгенін айтты. 24 желтоқсан Алматыдағы бокс кешенінде 10 раундтық жекпе-жек 6-сында техникалық нокаутпен аяқталған болатын. Бұл Батырдың Қазақстандағы бірінші айқасы болды. Қазақ нокаутшысы қарсыласын бірінші раундта 4 құлатты. Жекпе-жек оңай болғаны жоқ. Қарсыласымның соққысы ауыр және техникасы да мықты екен. Ол менен жылдам ары нәтижелі болды. Біраз уақытқа дейін қысымының бетін қайтарып соққыларын жауап беріп отырдым. Алайда әр раунд сайын қиын бола бастады. Оның әлеуеті өте жоғары. Оның іске асуы қажет. Оған сәттілік тілеймін. Қазақстанды көргеніме қуаныштымын. Қызықты әрі әсем ел екен. Ұйымдастырушыларға алғыс айтамын, дейді Мукотел. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.